бір шаңырақ астындағы 65 бала әр ұлттың ұрпағы болса да ұстанымы бір. Көп тілді меңгергенмен барлығы қазақ тілінде сөйлейді. Әр қайсысына көңіл аударған облыс әкімі Жансейіт Түймебаев олардың айтқан әндерін тапжылмай тыңдады. Ал экспоға барып алған әсерлермен бөліскен балалар әлемдік деңгейдегі шараны көруге қолдау көрсеткен әкімге алғыстарын жеткізді. Жанелі экспоға барып кетті 17 бала. Өткенде біз жібергенбіз. Міне барып кетті, экспо ұнады ма саған? Айтшы онда. Құрметті Жансейіт аға, сіздің арқаңызда экспоға Астана қаласына барып едім. Экспоны көрдім. Сізге үлкен рахмет, бақытты болыңыз. Қазіргі таңда мұнда 3 жас пен 11 жасқа дейінгі 65 жетім бала ата-анасының қамқорлығынсыз қалған. Балалардың үйінде оқу тәрбие жұмысы толығымен қазақ тілінде жүргізіледі. Онда би, вокал, қол өнері үйірмелері жұмыс істейді. Бір сөзбен айтқанда бәрі жақсы. Bir кем дүние ата-ана қамқорлығы. Мекеме басшысы бұдан бөлек асырап алушылардың бөбектерді алып кетіп, қайта тастап кететін жасырмады. Өкінішке орай қайтып келген балалар да бар. Енді қайтып келгеннен кейін балалар кішкене үлкендерге деген сенімдігі төмендейді. Агрессия туындайды. Енді қазір балалар біраз уақыт өзіне реабилитациядан өту керек. Қанша бала қайтып келді? Бір отбасына 4 бала қайтып келді. Баланың қайтып келуі бала үшін баланың психикасына өте қатты әсерін тигізеді. Сондықтан бізге балалардың сол барған отбасында қалғаны дұрыс. Қиындықтар туындап жатса, психологтар өздерінің көмектерін беріп, сол отбасында қалғанын қадағалайды. Сондай-ақ өткен жылдың қыркүйек айы мен осы жылдың қыркүйек айы аралығында 45 баланы ата-аналар қамқорлығын алған. Ондағы 47 бала орта мектепте білім алса, солардың 15-і бұл күндері 1-ші сыныпқа барды.